Акшамлар хайыр ноябрьнан 9 эфирде заман Қырымвет дүнияда олған хаберлерінен таныш етмеге азырма студияда сілеріні мен Шевкет Аматулаев селямлайым. Қырым татарларға қаршы репрессияларыны керчеклештірмеге ярдым еткен Украинаның телекеслік ве сыңыр қызметчілері. Украина қытасындан Ярамадаға қайтқаны вақыт Николай Федорянны тұтты. Ишгалден әвелі полковник унванында. Қырымда Украинаның ички ішлер назирлігінде идаре ел башчысы вазифесінде чалышайды. Сонра есе Черномор нефтегаз муэссесінде нақлият бөлігінің ел башчысы олған. 2014 сенесі шirketні ишгалжилер запт еткенінден сонда орусларға қызмет етмеге девам етті. Сонра есе ишгалжилерінің қоветшілерінен ишбірлік япы ФСБ кечкен сене мартның 27-сінде күтлеве тарамалар кечіргені вақыт автобуслар айырғандыр. Федорянның телефонында рус қоветшілерінің бір группасына автобус айырылығы бойынша мектуплешівні таптылар. Рус қоветшілеріне Русияге қызмет етеміз деп жевап бере. Сабық Украина милиция хадеміне девлет хайнлігінде шеклену сеслендірілді. Украина махкемесі оны 2 айға апске алды, ама о 1 600 000 гривна пей беріп апсханеден чықа біле. Қабаты таздықланса оны 15 жылға қадар азатлықтан марум ете білелері. Надо посадить, а потом обменять. Его можно обменять на более большую партию наших, ну я имею в виду количество наших заключенных, на крымских татар, потому что этот план стоит того. Он очень влиятельный. Он крышует таких, как Самвел, террористов. Он очень серьезно имеет давно и серьезный бизнес в Крыму. Поэтому это за нее можно получить много. Ичтимай ағыларда ишгалжилер незаретінде олған сөзді Қырым муфтисі Эмирали Аблаевнан Қырым татарларына чақуф мектубы айдынлатылды. Қырымдаки ФСБ идаресінің ел башчысы Михайлюк адына йолланылған мектуб бұл сөзді июльнің башында имзаланған. Мектуб ижраджысы оларақ Артур Решетов қайдетілген. Мектубте Қырымда Хизбут Тахрирның ел башчылары ве идеологлары фаалиет көстергені хабер етіле. Санкедерсін мұсылман умметіне Болюнов кетірген 6 Қырым татарынан адыда қайдетілген. Оларға низбетен бір чарелер көрмеге чағырыла. Оле чағыров яңы тақыплерге кетіре біле. Мектуб ижраджысы оларақ қайдетілген Решетов бұл мектуб айдынлатылған язы түбінде мектубте іч бір алақасы олмағанны қайдетіп фейк деп білдірді. Бұл сөзде Қырым муфтиятының адындан бірінші чағыров дегілдір. 2016 сенесі ичтимай ағыларда 12 инсанның адынен чақма мектубы айдынлатылған еді. Бұл мектубте адлары қайдетілген инсанлар изатламаға ашықмай. Ама 2014 сенесі Қырымны Русия запт еткен вақыт Эмирали Аблаев іч бір Қырым татарына тоқынмаға изін бермейжегіні хабер еткен еді. Biz bugün milletimizin içinden bir tane insanımızı bir kimseye vermek. Gelip de bizi böyle birbirimize düşürecek olurlarsa hazırlaya bugüne gelip bekleyip oturduklarına sakın bir kimseye vermek. Ne izbuğusuna ne prokuroruna. Biz kendimiz anlaşırız. Nasıl gerek? Biz onu da yoluna koyarak kendimizde anlaşırız. Onun için lütfen bütün milletimize ve herkese söyleyeyim. Sakın kimse korkmasın, tereddüt etmesin. Пранкер Ваванна діңлемеге разы олмады, ләкин Рифат Чубаров и Мустафа Джемилевке шаатлық етмеге қаршы чықтылар. Қырымның юқары Рус махкемесі Ленур Ислямовқа қаршы ұйдырылған даваны бақмаға девам ете. Бүгін шаат Рустем Ильясовны сорғыдан кешірмек керек екенлер. Оны ишгалжилер Нуман Челебежихан адына батальонға алақасы бар деп махкем еткен еді. Махкемежінің малюматына көре оны видео бақ бастасынен иштирак етмесі үшін колониядан СИЗОға кетіріп оламағанлар. Ваван лағабынен белі олған да бір шаат Владимир Кузнецовны тапып оламағанлар. Имайджи тарафы пранкерны видео бақ бастасынен діңлемеге талап етті. 2015 сенесі Ваван ве Лексус пранкерлер Қырым Қамачавының тешебүшчілері олған. Мустафа Джемилев, Ленур Ислямов еле лаф етіп Қырымға электрика директлеріні кім патлатқанына огреніп олғанларына қайдеткен еділер. Ленур Ислямовның фікіріне көре сөз язылары фейк. Свидетель Кузнецов зарегистрирован в городе Краснодаре, однако имеет постоянное место жительства в городе Москве. Защита ходатайствовала о
доставлении его для допроса в городе Москве посредством видеоконференц-связи. И суд, выяснив мнение сторон, принял решение о принудительном приводе свидетеля Кузнецова именно по адресу в городе Москве, который он указал в протоколе допроса. Адвокат Николай Полозов дава бақылмасына шаатулырақ Қырым-татар халқының лидері Мустафа Джемилев емежлейс рейсі Рифат Чубаров желп етілмесіне талап етті. Адвокат оларға шаат иммунитетіні бермеге риджа етті, ләкин ешғалжелер махкемесі қаршы шықты. Суд сначала выяснил обстоятельства у стороны защиты, как эти свидетели могут быть вызваны, как их известить. Сторона защиты представила эти сведения, а впоследствии суд отказал в удовлетворении этого ходатайства, сославшись на некие политические обстоятельства, которые препятствуют вызову данных свидетелей в суд, то есть принял решение, абсолютно не основанное на законе. Украинада кечкен күндеваманда 8687 COVID-19 хастасы белгіленді. 115 кіші хасталық нәтижесінде вефат еткен. 2227 хаста түзелген. Хасталарының ең чоқ сайысы Киевде қайдетілген. Сағлық назерлігінде қайдеткенлеріне көре ерафта хасталынғанларының сайысы тек артымақта. Бұндан себеп карантин сыңырланулары сертлештірілежек. Умуми локдаун кірсетілмейжек, чүнки бұл ортавик кічік бизнеске менфи тесір ете біледілері. Акимет ратлық күн карантинны кірсетмеге теклиф ете. Ашайт тюкенлары, илячхане, жемат, нақлияты, яқарлық нұқталары чалышмаға девам етежек, ама жұма ертесі ве базар күні тижарет мерkezлері чалышмайжақ, ресторан ве қавиханелер тек қапудан сатажақтыр. Назир Максим Степановның фікіріне көре бұл инсанларының контактыны ексілтмек керек. Все, що стосується, наприклад, тих же самих ресторанів, або кафе, або інших закладів громадського харчування, щоб вони працювали виключно на виніс. Все, що стосується решти магазинів, торгово-розважальних центрів, ми рекомендуємо, щоб вони в суботу-неділю були відповідно зачинені. Це стосується всіх решта розважальних закладів, будь-яких розважальних подій, всіх інших подій, щоб вони в суботу-неділю не відбувалися. Президент Володимир Зеленский де COVID-19 хасталығы таздықланды. Бұл мәлімат Devlet Yolbaşısının ресми сайфесінде дерчетілді. Президентның сыжағы 37.5 дәрежеге қадар көтерілі екен. Озыны яқшы дуя, оның үшін самоизоляцияда дистанцион шекілде чалышмаға девам етежек. COVID-19 хасталығы президент офисінің башы Андрей Ермакта да таздықланды. Ода озына яқшы дуя екен, хаста олып ятмаға вақыт йоқ дейчінке бұл афта Норман Дюртлігі лидерлерінің меслиятчылары видеобақ бастасынен музакере кечірмелі. Işgal etilgen Qırımda keçken kun devamında 221 яңы COVID-19 хастасы белгіленді. Бұл işgalciler тарқатқан статистикадыр. Qırımda ilaç қытлығы ве коронавирус тест тарқалғаны үшін Украина акиметі Qırımның мемори сыңғырында гуманитар лагеріні açmaға азыр. Бұны işgal etilgen территориялар реинтеграциясы мәселелері бойынша Назир Алексей Резников айтты. О қайдеткенне көре, анда халқара шirketlerinin ilaçlarının ilaçhanelер açıla біле. Bu ise işgalciler hakimiyet temsilcilerini açıqlatты. Qırımның işgalciler parlamentinin yolbaşçı mavini Efim Fix yarımadada koronavirusnen bağlı vaziyet nezaretте tutulmaqta deb qaydetdi. Yağmurlar endi yardım etmey su anbarlары da boş qalmaqta. Buna hatta Qırımның işgalciler yolbaşçısı tanı. Su cedvel boyunca berilігі da yıl devamında saqlanacaq dedi. Su anbarlары saylamağa devam etkeni vaqt işgalciler yangi su çoqraqlarını qıdırmaqta. Moskva bu işler için 50 milyard ruble ayırdı. Ama kichkine koy ve qasabalar bu paralarını көрмейжек galiba. Misal olarak Karasu bazarının Efendi koy. Yazdan berili suvsuz qalmaqta. Sakinler bir kaç günlep suv taşıgan maşinalarını bekley ve yağmur sularını toplamağa mecburlar. Tafsilatlıca levhamızda seyretiniz. Вот закрыто, вот открыто. Нету. Қарасу базарының Efendi койы аман-аман бүтінлей сувсыз қалмақта. Сув қытлығы да язда башланды. Сув борулары бошаған. Күзде есе 24 соқақтан 15-і бүтінлей сувсыз қалған. Мана бұл тарафа вообще су жоқ. Мында машинамен ташиды су.
Koyun aşağı başına bazı vakit oluyor, saatini verirler, а şimdi o da yok. В последнее время вообще не было воды. 2,5 недели не было воды. Вот с того момента, как я написала вот на портал, получается, 2 недели прошло. В среду воду дали. То у нас вот в бочку набралось, мы везде понабирали. Это уже недели, опять воды нету. Я вот уже живу 50 лет вот, скоро. И это. Такого не было. У меня тоже вон колодцы стоят, никогда не было такого, что 1,5 недели не было воды, а сейчас появилось. Это после дождей появилось. Уже где-то так по колено, а то вообще полностью пустой колодец. Ескендер Белялов қайд еткеніне көре бірқач айдан берілі о ве қомшылары борулар бастасынен берілген суына асла қоланып оламай. Вот у нас сегодня настоящий праздник. Хоть закапало у меня это за последние 1,5-2 месяца. Сейчас минут 2-3 покапает, наверное, и все. Для кошки хватит. У нас сначала 1 декада августа, где-то число 8-го. И вот с тех пор раза 2-3 была вода и все. Ну, пить у дочки ездить, набираю балки. А так вот даже элементарно машинку заливаем баклажками воды и так стираем. Это, конечно, очень удобно. В 21 веке жить так. Все уже привыкли к цивилизации, теплой воде, горячей воде. Мы пенсионеры, это очень тяжело. Ерлі сакинлер бірқач айдан берілі сув қытлығы олғанына шикайет етелер. Ләкин ішғалжылер акиметі проблеманы чезмеге ашықмай. Июль у нас не было воды, август у нас не было воды, ни сентябрь, октябрь, уже ноябрь. Вот на каждую улицу 2 раза в неделю привозили. То есть какой-то график был. Ну не какой-то, а график был. Сейчас они его изменили, потому что все больше и больше улиц присоединяется от того, что и там нету воды, и там нету. А есть улицы, которые 1 раз привозят. Есть, которые, да, не возят. Бабушкам привозят, тут пытаемся помочь, заносим. Ну, такие, как я, поедем мы на родник. Куда поедете? На родник. Кой сакинлерінің аз барында чапчақ, леген, бетон ве су топламақ үшін чешет сауытлар тура. Әрбір кой сакины оз жесіне су топламаға ве қытмаға тұрыша. Чүнки су ташыған машина әр вақыт келмей, яда евлерден ұзақта тоқтай. Қартлар пек қиналы. Ну, возят, ну, до угла вот туда. Возят, а я оттуда привезти не могу. Если сын дома, он принесет. Вот баня, в бане, тоже в баню таскаем, хоть раз-два. 2 раза в неделю, раз в неделю помоемся. А больше нету. Вот там он на повороте. Но с поворота много воды унесешь. Ведро. Также это бочка. Я знаю, что вот по другим улицам в Зеленогорске ходит под каждый двор машина. Я думаю, если бы она подошла сюда, мы бы ее точно увидели. Поначалу мы покупали в магазине. Сейчас мы ходим на колодец, купили себе бочку, на тачку и вперед. На стройку мы используем воду, которая вот после дождя идет, стекает по водостекам. Вода приезжает понедельник, среда, пятница. То есть на меня на одну 40 литров. Вот если приезжают в пятницу, значит, я эти 40 литров должна распределить на 3 дня. То есть ведро в день. Что я могу с этой водой? Я могу или посуду помыть, или кушать приготовить. Воды практически не хватает. Ну вот нас спасает, что на Зеленогорске есть родники. Берем ведерки, баклажки и набираем воду. Ерлі сакинлерінің машина сув кетірмеген вақыт тек ерлі чоқырақ құртыра. Не привозят ничего. Водовозка не ездит. Вот, получается, тоже соседка ходила в сельский совет, спрашивала, что зачем. Они говорят, машины нету. Когда выделят 3-ю машину, она будет привозить. И то, говорит, может быть, они оборудуют как-то и будут качать воду на машину с родника и развозить нам. Власти нам ничего не говорят, ничего не обещают. Говорят, что дальше будет только хуже. Ишгалчылер куyu қазмақтан вазгечті, чүнки сув әп бір кой сакинлеріні етмез дейлер. Сувны қарасу базарына сувнен темин еткен чоқрақтан алмаға планлаштырайдылер. Ләкин ич бір прогресс yok. Сувсыз қалған кой ве қасабаларынан сайысы әп артмақта. Августан сонундан берлі Ахмеджет шері, Ахмеджет ве Бақшсарай районы, Алушта шері ве Қарамнан шымалинді койлер сувна жедвел бойынша. Саба 2 саат ве ақшам 2 саат қолланмақта. Шымды Невбет Ақерға да келді. Владислав Стужук, Заман, АТР.
Азербайджан Дағлы Қарабақтан стратегик ве ең бұйық шерлерінден бұрылған Шуша шеріні ішгалден азат етті. Бұл шер танылмаған Жұмхуриетінің пайтақты Степанакерт шерінден 15 километр месафеде ерлешмекте. Бұне берабер бұл шерден кечкен ел Эрменистанны танылмаған Жұмхуриетінің пайтақтынен бағлайды. Бұл елнен Дағлы Қарабақ селянен темен етіледі. Азербайджан президенті Ильхам Алиев қайдеткенне көре Шуша шерінден берабер да 23 койве қасаба Азербайджан незаретіне қайтарылған. Сентябрінің 27-сінден башлатылған азатлық женқы девамында Азербайджан Дағлы Қарабақ ветрафында олған 240 мескен еріні азат етті. Эрменистан есе бұл топрақлар Азербайджан незаретіне қайтарылымғанын рет етмеге девам ете. Әзіз Şuşa, sən azadsan. Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq. Əziz Şuşa, biz səni dirçəldəcəyik. Şuşa bizimdir. Qarabağ bizimdir. Qarabağ Azərbaycandır. Азербайджанның бұйық шерлерінде инсанлар соқақларға чықып, мемлекет байрақлары ве автоюрішлерінен Шуша азат етілмесіні қайдетелер. Azərbaycan əskəri ki, sağ olsun Azərbaycan zabitləri, gizirlər ki, bizə bu sevinci yaşadır, bu xalqa sevinci yaşadır. Yaşasın Prezident İlham Əliyev. Yaşasın Azərbaycan xalqını təbrik edirəm, yaşasın Azərbaycan əskəri. Sevincimizi bugün hamı ilə bölüşürük. Yaşasın Qarabağ! Şuşa bizim olacaq! Россия Қарабақтан ерлі сакинлер Эрменистан тарafına күтлеви шекілді машиналарынан шыққанына акс еткен видеолар пайда болды. Миллет бірлештірілмесі пандемия ве дискриминацияның күреш. Бөле приоритетлерін Америка бірлешкен девлетлерінің яңы сайланған президенті Джо Байден белгіледі. Коронавирус пандемиясыны еңмек үшін о алимлеріні топлайжағыны білдірді. Джо Байденны ғалебенен НАТО елбасшылары Бүйік Британия, Израиль, Полония, Украина, Канада елбасшылары қайырлады. Қырым-татар халқының лидері Мустафа Джемилев Байденнің президентлігі девамында Қырым ишгалжілерден азат етілер деп умыт ете. Мрія корінного народу окупованого Криму здійснилася. Новий лідер потужної демократії світу – це той, хто матиме надійну позицію проти диктаторів, які зневажають права людини і міжнародне право. Маємо велику надію на швидке визволення Криму від окупації та відновлення територіальної цілісності України. Щиро вітаю Джо Байдена з його обранням 46-м президентом Сполучених Штатів Америки та Камалу Гарріс віце-президентом США. Бұл саатқа зұрылған сонки хаберімізді депіңізге қайырлы ақшамлар тілейм. Атырден айырылманыз көрішкенже.